Өткен аптаның жұма күні Оралға Қазақстан Республикасының эстрада және театр әртісі Айгүл Иманбаева өзінің «Таңғы елес» атты концертімен келді. Әуезді ән кешіне жиналған жайық жұртшылығына өңірде тұңғыш рет жарық көрген Дана журналы таныстырылды. Тарихи тағылымы мол, ұлтын ұлықтаған дана жандарды дәріптеген бұл журналдың бірінші нөмірі әнші Айгүл Иманбаеваға да табысталды. Өсіп өнген жері оңтүстік Қазақстан болғанымен ата-бабалары батыстан шыққан талант иесі, мұндай басылымдардың қазіргі қоғам үшін қажет екендігін алға тартып, журналдың жарық көруіне себепші болған жандарға алғысын айтты. Әртістің, өнер адамының етек жеңінде ғана жүретін басылымға ұқсамайды. Атының өзі, алғаш санының өзі, бастауларыңыздың өзі үлкен тақырыптан, үлкен дүниеден бастап алып отырсыздар. Тек ақ жол тілеймін. Қаламдарыңыз ұштала берсін. Әр осындай журналды жарыққа әкеліп, маңдай терін, көз майын тауысып қанша журналист, осы титтей ғана журнал шығару үшін адам отырады. Журналдарыңыз сәтті болып, тек жолы ақ болып, осындай саналы, еңселі, салауатты, зиялы қауым оқитын осындай басылымдар көп болса екен деген ол менің шын тілегім. Сондықтан журналымыздың өзіне, Дана журналына тек сәттілік тілеймін, ақ жол тілеймін.